Қайырлы күн. Бүгін шикі жүгеріні қалай пісірудің жолдарымен бөлісемін. Мұқият тыңдаңыздар. Барлық жүгерілердің қабыршақтарын аршып аласыздар, және де ортасындағы қабыршақтары ақшылдау болады. Оны бөлек алып қоясыздар. Сосын міндетті түрде су құяр алдында жүгерімізді салмастан бұрын осы ақшыл қабыршақтарымызды салатын боламыз. Жүгерінің екі жағын осылай біркелкетіп кесіп аласыздар. Сосын барлығын салып сиятын ыдысқа салуларыңызға болады. Сосын міндетті түрде қайнаған суды құйып, беті батқанша құйып қоясыздар. Міндетті түрде жаңағы тұз керек емес салудың, екі қана қасық осындай қант салдым. 45 минут қайнатып болғаннан кейін осылай бөлек ыдысқа, шұңғылдау ыдысқа салып аласыздар. Сосын әрі қарай бетіне тұз сеуіп 15-20 минутқа жауып қоясыздар. Міне біздің сап-сары өте әдемі жүгеріміз жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жүгеріні суығаннан кейін жеуге кеңес беремін. Суытып алып жесеңіздер өте дәмді болады. Ас болсын, сау болыңыздар.